Саламатсыздар ма, оқушылар? 5-ші сыныпқа арналған қашықтықтан өтетін сынып сағатына қош келдіңіздер. Бүгінгі сынып сағатымыздың тақырыбы адал бол, адам бол деп аталады. Құрметті оқушылар, Шоқан Уәлихановтың мына бір дәйек сөзіне назар аударып тыңдаңыздаршы. Дүниеде әділдік пен адалдықты ту еткен адамнан артық ешкім жоқ. Яғни, құрметті оқушылар, Шоқан Уәлихановтың пікірінше, әрбір адам өзінің бойына әділдік пен адалдық қасиетті биік ұстау керек екен. Немесе Лев Толстойдың адал адам бол, бірақ адал екеніңді ешкім білмей-ақ қойсын дегенде керемет сөзі бар екен. Адамның бойынан адалдық, адамгершілік қасиеттер табылса, әрине сымбатты, парасатты көрінеді. Өйткені адалдық адамдықтың белгісі болып табылады. Ұлы Абай атамыз: әсемпаз болма әрнеге, өнерпаз болсаң арқалан. Сенде бір кірпіш дүниеге, кетігін тапта, бар қалан деген екен. Осы Абай атамыз айтқандай, кішіге мейірімді, шыншыл, еңбек сүйгіш, адамдық асыл қасиеттерге бай болсаң, өсе келе ата-анаңның, отаныңның мақтанышы боласың. Қазақта мынандай сөз тіркестері де жиі кездеседі екен: рухани адам, адам рухы, рухани байлық, рухы жоғары. Осы тіркестерге мұқият зер сала отырсаңыздар, рух деген нәрсенің адам денесіндегі бір қуат екендігіне көз жеткізуге болады. Яғни, оқушылар, әрқашанда рухтарыңыз жоғары болсын. Адамдықтың негізі адамгершілік болса, адамгершілік бастауы неде екен? Соған назар аударайық. Адам тумысынан жамандыққа үйір емес, жақсылық адам бойына сол бала кезде егіледі. Ол жылдар өте келе өніп шығады. Жақсылық өнімнің шыққаны немесе оны жамандықтың арам шөптері басып кеткені сонда ғана белгілі болады. Ізеттілік пен сыпайылық сияқты адамгершілік түрлері отбасынан басталады екен. Олай болса, қымбатты оқушылар, адамгершілік, адалдық қасиеттердің барлығы да ол отбасынан бастау алады екен. Адамдық асыл қасиеттерді топтастырып көрелікші. Оларға әдептілік, имандылық, қайырымдылық, достық, әділдік, өзара көмек және ізеттілік дегенде жатады екен. Әрине, бұл белгілердің барлығы сіздердің бойларыңыздан табылады деген сенімдемін. Мына бір өлең жолдарын оқып көрелік. Ана өсиеті. Ана айтты бір өсиет баласына, бір жолдың шығарып сап саласына. Ей балам, шаман келсе жақсылық ет, ақ пейіл адамзаттың арасына. Егерде жол үстінде тікен жатса, кірер деп аяғына біреу басса, ерінбей-ақ иіліп қолыңменен сол тікенді көтеріп алып таста. Бұл еңбегің қалмасты басқа бекер, соны көрген соңғы жас солай етер. Жақсы үлгіні жалпы жұрт дәстүр жасап, жол тазарып, жолаушы жолдан өтер. Бұл өсиетті де біз жадымызда сақтайық. Сонымен қатар, қымбатты оқушылар, біздің қазақ халқында адалдық, адамгершілік қасиеттер туралы көптеген мақал-мәтелдер бар. Соларға кезек берелік. Адамгершіліксіз адам айқайлай келеді, жан-жағын жайпай келеді. Адамгершілікті адам жай-жай келеді, жан-жағын байқай келеді. Сіздерде үйден қосымша осы адамгершілік, адалдық туралы мақал-мәтелдер жаттаңыздар. Мына бір видеоға назар салыңыздаршы. Жәнібек пен Азамат деген екі дос сахарада сапар шегіп келе жатып, әлденеге келісе алмай ерегесіп қалады. Жәнібек ашуланып Азаматтың кеудесінен қатты итеріп жібереді. Жәнібектің соққысы жанына батса да Азамат үндемейді. Бірақ құм бетіне Азамат
бүгін менің жан досым кеудемнен итерді деп жазады. Содан соң сапарларын ары қарай жалғастырады. Көп ұзамай алдарынан үлкен көл кездеседі. Екеуі суға түсіп, салқындап алуға бекінеді. Суға түскен сол-ақ екен, Азаматтың аяғына балдыр оратылып, тұншыға бастайды. Жәнібек жалма-жан көмекке ұмтылып, оны өлімнен құтқарып қалады. бір ажалдан аман қалған Азамат өз-өзіне келгесін орнынан тұрып, тасқа ойып, мынандай сөздер жазады. Бүгін менің жан досым өмірімді сақтап қалды. Жолдасының ісіне аздап таң қалған Жәнібек: алғашқы ісіңді құмға жазып едің, соңғысын тасқа жазып жатырсың. Мұның мәнісін түсіндірші деп сұрайды. Сонда Азамат: бізге біреу зиян тигізсе, істеген ісін құмға жазуымыз керек. Кешірім желі суырып, оны өшіріп жіберуге жеңіл болады. Ал біреу бізге жақсылық жасаса, оны тасқа жазғанымыз дұрыс. Қандай дауыл, борандар болса да, оны ешқашан өшіре алмайды деген екен ақылды бала Азамат. Яғни оқушылар, бұл бейнебаяннан сіздер не түйдіңіздер? Бұл бейнебаянда адал дос пен амал дос туралы айтылады, яғни сіздер білесіздер, достық екіге бөлінеді: адал дос және амал дос. Бұл сіздердің көрген бейне сюжеттеріңіз әрине адал достар туралы. Яғни әрқашанда өз достарыңызға адал болып, жақсылық жасап, қиындық кезде көмектесіп, қателіктері болса, кешіріммен қарап, адамдық, адамгершілік қасиет танытуымыз керек екен. Жәнібек пен Енді адамдықтың, адамгершіліктің қарапайым қағидаларын есімізге сақтайық. Жалпы адамгершілік ол адам амандасудан басталады. Сонымен қатар үлкенді құрметтеу, тілімізді сыйлау, отанды қорғау, дінін сатпау сияқты көптеген қасиеттерді айтуымызға болады. Енді сіздерге мынандай сұрақ: адал адам болу үшін не істер едіңдер? Осы сұраққа ойланып көріңіздерші. Келесі мына бір жағдаятқа назар аударыңыздар. Амен мен Алмагүл сабақтан келе жатыр еді. Ажар жарнамадан жаңа фильмнің басталғанын көріп: менің қалтамда апам самсалып жерсің деп берген ақша бар. Кеттік кино көрейік деді. Алмагүл: үйден сұранып шыққан жоқпыз, іздеп қалады ғой деп іркіліп қалады. Ештеңе етпес, мектепте болдық деп айта саламыз. Енді сіздерге сұрақ: Ажардың ұсынысына сен қалай жауап берер едің? Кәнекей оқушылар, ойланып көрелік. Мына бір қасиеттерді сәйкестендіріп көрелік. Әділ, адалдық, шыншылдық. Әділ дегеніміз өзінің де өзгенің де сөзін қорғай білу. Адалдық адам бойындағы таза ниет, бағалы қасиет, адамның сана сезімінен, ар ұжданына қайшы келмейтін әрекеттердің моральдық, этикалық жиынтығы екен. Шыншылдық ешкімнің сөзіне еліктемей, шындыққа сүйене отырып, ешқандай жағдайларға қарамастан дұрыс, адал көзқараста болу екен. Олай болса, құрметті оқушылар, бүгінгі сынып сағатымыз аяқталды. Сөзімізді мына сөздер арқылы қорытындылағымыз келіп отыр. Адамгершілік қасиет жеке адамның басында емес, жалпы қоғамның қордағы байлығы. Адамдық борыш ар үшін, барша адамзат қам үшін, серт берген еңбек етем деп, алдағы ата таң үшін. Құрметті менің оқушыларым, әрқашанда адал болыңыздар, адам болыңыздар. Адамгершіліктің қасиетін бойларыңызға сіңіре біліңіздер. Сіздерге үйге тапсырмаға осы адалдық, адамгершілік туралы эссе немесе сурет саласыздар. Сонымен бүгінгі сынып сағаты аяқталды. Қош, сау болыңыздар.